Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін өзі нәзік, үлпілдек, түрі гүлге ұқсайтын алма бәлішінің рецебімен бөлісемін. Бірінші кремін дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға сүтімізді құямыз. Қантымызды саламыз. Бір жұмыртқаның сарысын қосамыз. Бір ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Және де бір ас қасық ұн қосамыз. Осыны жақсылап шанышқымен, венчикпен немесе миксермен араластырып аламыз. Дайын болған сұйықтығымызды орташа отқа қойып, тоқтамай араластырып тұрамыз. Қайнап кетпеу керек. Қою крем пайда болғанша араластырамыз. Қоюланып бастағанда оттан аламыз. Сәл сұйықтау болса да болады. Дайын болған кремімізге бір ас қасық ванильді қант қосамыз, араластырамыз және де бетін салафанмен жауып, қамырын дайындағанша қойып қоямыз. Енді бәлішіміздің қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек. Оның үстіне қантымызды қосамыз, шым-шым тұз қосамыз және де осыны жақсылап аппақ көпіршік пайда болғанша араластырамыз. Шамамен 5 минуттай уақыт кетеді. Сүтімізбен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызға 1,5 шай қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, електен өткізіп отырып, 2 бөліп қосамыз. Ұнымызды жазылып тұрған мөлшерден артық қоспаймыз. 250 мг ұн шамамен 12 ас қасық ұн болады. Керек заттардың барлығы видеоның астында описаниеде жазылып тұр. Бізде осындай сұйық емес, қою емес, орташа қамыр пайда болды. Жуып кептірілген алмамызды кесеміз. Ол үшін алмамызды 2-ге бөліп аламыз да, жұқалап шамамен қалыңдығы 1-2 мм болатындай қылып кесіп шығамыз. Алмамыз дайын. Енді сұйық қамырымызды қалыбымызға құямыз. Мен осылайынан астына пергамент қағазын төсеп қойдым. Шеттері кішкене гүлдің формасына ұқсасын деп. Сізге өзі жұқа және де ойық болып пісетін құймақтың рецебі керек болса, жоғарыға сілтемесін қалдырамын, өтіп көрсеңіз болады. Ол жерде қосымша құймақты қалай әсемдеу керек екенін көрсетіп қойдым. Бетін осылайынан тегістеп аламыз да кремімізді қосамыз. Бұл үшін кремімізді кондитерлік қапқа, болмаса кәдімгі салафанға салып, бір бұрышын кішкене ғана тесіп, видеода көрсетілгендей құйып шығамыз. Ол біздің гүліміздің формасын келтіргенге қажет. Осылайынан кесілген алмаларымызды қойып шығамыз. Алдын ала қыздырылып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Піскен бәлішімізді осындай ағаш таяқшамен тексеріп аламыз. Егер сіз 40 минут ұстап есігін ашпасаңыз, міндетті түрде ортасы жақсы болып піседі. Он 15 минуттай суытып, бетіне осылайынан қант ұнтағын сеуіп қойсаңыз болады. Алма қосылған бәлішіміз дайын. Өзі сондай жұп-жұмсақ, тәп-тәтті болып пісті. Және де биік, шамамен 6-7 сантиметрдей болады. Құрамы өте қарапайым, үйдегі бар заттармен жасалады. Сол үшін міндетті түрде жасап көріңіз, үй ішіңізді қуантыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Каналымда басқа да рецепттер бар, кіріп көрсеңіз болады. Сіздермен болған Гүлжанат, сау болыңыз.